шығарылған үкім 18 қаңтар 2024 жылы Ақтау қаласы Маңғыстау облысының Ақтау қалалық соты құрамында төрағалық етуші судья Хасенова, сот отырысының хатшысы Сахиева, мемлекеттік айыптаушы Ақтау қалалық прокуратурасының бөлім прокуроры Базарбаев, жәбірленуші Усаинов, Келмеденов, Қазиева, жәбірленушінің өкілі Келмеденов, сотталушы Нұрсейітова, қорғаушы адвокат Келебаевтың қатысуларымен ашық сот отырысында қысқартылған тәртіпте қылмыстық істі қарады. Ол бойынша Нұрсейітова Жанат Шынжырбаевна 31 мамыр 1976 жылы Жамбыл облысында туған, Қазақстан Республикасының азаматы, бұрын сотталмаған, білім орта, жұмыста жоқ, тұрмыста, мекен-жайы Ақтау қаласы 7-ші шағын ауданы 14-ші үй 20-ші пәтер, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 304 бабының 3-ші бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасағаны үшін айыппен сотқа берілді. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 382, 387, 390, 392, 393, 395, 398, 401, 402, 404 баптарын басшылыққа алып сот үкім етті. Нұрсейітова Жанат Шынжырбаевна Қылмыстық кодексінің 304 бабы 3-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы бап бойынша 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Нұрсейітова жазасының Қылмыстық кодексінің 46 бабы 5-ші бөлігі 1-ші тармағында сәйкес қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде өтеу белгіленсін. Нұрсейітоваға қатысты бұлтартпау шарасы ретінде қолданылған үй қамақ бұзылсын, сот залынан қамауға алынсын. Жаза өтеу мерзімі үкім жарияланған күннен, яғни 18 қаңтар 2024 жылдан бастап есептелсін. Қылмыстық кодексінің 62 бабы 4-ші бөлігіне сай, үй қамақ ұстау уақыты 17 қараша 2023 жылдан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейін мерзімі өтеу жаза мерзіміне есептеп қосылсын. Сотталған Нұрсейітова Жанат Шынжырбаевадан жәбірленушілердің өтемақы қорының пайдасына 51.750 теңге өндірілсін. Сотталған Нұрсейітова Жанат Шынжырбаевадан процестік шығын мемлекет пайдасына 1.839.565 теңге 8 тиын өндірілсін. Заттай дәлелдемелер 3 дана DVD диск электрондық қылмыстық іспен сақталып, 23 қазан 2023 жылы Ақтау қаласының полиция басқармасының тергеу бөлімінің тергеушісінің қаулысына сәйкес Ақтау қаласы 7-ші шағын ауданы 14-ші үй 5-ші пәтер ішінде алынған жайттар жойылсын. Үкімге жарияланған күннен бастап 15 тәулік ішінде қамаудағы сотталғанға үкім көшірмесі табыс етілген күннен бастап сондай мерзімде Ақтау қалалық соты арқылы Маңғыстау облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасына апелляциялық шағым беруге және прокурордың өтінішін келтіруге құқылы. Төрағалық етуші судья Хасенова. Шешімді. Қылмысыңыз орта дәрежедегі қылмыстық санатына жатады. Сіздің әрекетіңізден 2 жас бала кешірілгеніне, сіздің кәмелетке толған балаңыз болған үшін сізге жағдайда сіз шағым беруге құқылысыз. Түсінікті ме? Аяқталды. Шығайыз ау? Жақта шықты.